Александр Бараев көшесі Нұр-Сұлтан қаласының оң жағалауында Байқоңыр ауданында орналасқан. Қабанбай Батыр даңғылынан басталып, Шоқан Уәлиханов көшесінде аяқталады. Жұмабек Тәшенов, Шолпан Иманбаева көшелерімен қиылысады. Ұзындығы 988,5 метр. Александр Бараев ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері. Ғалымның аграрлық салада ашқан жаңалықтары Қазақстанда күллі әлемге танып. Бараевтың жарық көрген 350 ғылыми жұмысының арқасында елімізде астық саласы асқақтады. 20 ғасырдың ортасында Александр Бараев негізін салған институттың ғылыми зерттеулері әлі күнге дейін еліміздегі егін шаруашылығының еңсесін көтеріп тұр. Бараев көшесінің бас жағында Есіл өзенінің екі жағалауын қосып тұрған Қараөткел Астана қаласының бұрынғы қазақ заманындағы атауы деседі. Бараев және республика көшелерінің қиылысқан жерінде елордадағы ең ұзын жер асты өткелі бар. Сондай-ақ Бараев көшесінің бойында Жер ана монументі, Ресей Федерациясының елшілігі, Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің ұлттық әскери патриоттық орталығы орналасқан.